Кыргыз каганатын казактар курган. Зерттеуші Әділбек Ишанбекұлы Арынғазиевтің пікірінше, 7 мен 13 ғасырларда өмір сүрген Кыргыз кагыз қанаты қазақ этносының тарихи тамырына тікелей қатысы бар мемлекеттік құрылым. 9 мен 10 ғасырларда қағанат оңтүстік Сібір, Монголия, батыс Сібірдің орманды даласы, шығыс Түркістандағы қалалар мен Иле, Талас өзендері аңғарларын қамтыған. Ишанбекұлы Хакас этнонимін қазақ сөзінің кері оқылуы деп түсіндіреді. Бұл атаулардың мағынасы аспан елі, ақ тәңір ұрпағы. Автор кыргыздардың Кюмюл атауын Құман, Мамлюк және Монгол атауларымен байланыстырып, олардың барлығы мәңгі аспан елі идеясын білдіретінін айтады. Қазақтар мен кыргыздарда ортақ ей хромосомалық белгілер бар. Генофондтарында скифсак, гун, түркі, алтай, сібір және енисей элементтері кездеседі. Екі халықта да көшпелі және отырықшы мәдениет, ұлттық ойындар, көкпар, бәйге, ортақ тағамдар, қымыз, айран, ет, музыкалық аспаптар, домбыра, қомыз бар. Кыргыздар мен қазақтарда ортақ тектері бар. Олар арғын, қыпшақ, дулат, керей және тағы басқа. Екі халықтың тілдері қыпшақ тармағына жатады. Эпостары, күйлері, мақал-мәтелдері, салт-дәстүрлері ұқсас. 19 мен 20 ғасырлардағы зерттеушілер Левшин, Радлов, Абрамзон, қазақ пен кыргыз атаулары кей кезеңдерде бір этносты білдіргенін көрсетеді. Кейбір деректерде кыргыздар Керкеш, Киргиз, Киркит деп те аталған. Бұл атаулар қазақ шежірелерінде де кездеседі. Византия, араб, парсы, Қытай деректерінде Касак, Касахия, Косок, Казахия, Хагяс және Киркасиясында атаулар кездеседі. Бұл атаулар кыргыз, қарақалпақ, черкес, шеркеш этностарымен тарихи, мәдени байланыста. Қытай императоры Удзун сендердің мемлекеттерің Синьцзянь деген атауға ие болады. Бұл мәңгілік халық деген сөз деген. Қазіргі Синьцзянда қазақтар, кыргыздар мен уйғырлар өмір сүреді. Бұл түркі халықтарының тарихи жалғастығын көрсетеді.